Бүгін бізде үшінші дәріс сабағы. Тақырыптың атауы азаматтық құқық субъектілерінің ұғымы мен түрлері азаматтық құқық субъектілері ретінде. Бүгінгі дәрісте екі сұрақ қарастырылады. Азаматтық құқық субъектілерінің ұғымы мен түрлері. Екінші сұрақ Қазақстан Республикасы Конституциясының азаматтардың негізгі құқықтары мен міндеттері туралы азаматтардың құқық қабілеттілігі мен әрекет қабілеттілігі. Бірінші сұрақ. Азаматтық құқық субъектілерінің ұғымы мен түрлері. Қазақстан Республикасының азаматтары, басқа мемлекеттердің азаматтары, сондай-ақ азаматтығы жоқ адамдар жеке тұлғалар болып ұғынылады деп Қазақстан Республикасының азаматтық кодексінің 12 бабында көрсетіліп кеткен. Азаматтық алған адам сол мемлекеттің құқық субъектісі болады. Сондықтан да азаматтық заңда жеке тұлғалардың құқық қабілеттілігі туралы емес, азаматтардың құқық қабілеттілігі ғана айтылған. Құқық қабілеттілігі ең алдымен толық түрде Қазақстан Республикасының азаматтарына беріледі. Қазақстан Республикасының президентімен 1995 жылғы 19 маусымда қабылданған шетелдіктердің құқықтық жағдайы туралы номер 2337 заңының 2 бабында былай делінген: Қазақстан Республикасының азаматтары емес және өзінің басқа мемлекеттік азаматтығына қатысты екендігінің дәлелі бар адамдар Қазақстан Республикасындағы шетелдіктер болып танылады. Қазақстан Республикасының азаматтары емес және өзінің басқа мемлекеттердің азаматтығына қатысты екендігінің дәлелі жоқ адамдар азаматтығы жоқ адамдар болып танылады. Қазақстан Республикасындағы шетелдіктердің азаматтық құқық қабілеттілігі өзінің мемлекетінің заңымен емес, Қазақстан Республикасы заңымен айқындалады. Шетелдіктер Қазақстан Республикасы заңында қаралмаған азаматтық құқыққа таласа алмайды және де егер заңда өзгеше көзделмесе, құқық қабілеттілігі шектелуге жатпайды. Ал көрсетілген заңда азаматтығы жоқ адамдар егер заң құжаттарында көзделмесе, Қазақстан Республикасының азаматтарымен тең дәрежеде азаматтық құқықты пайдаланады. Заңды тұлға меншік, шаруашылық жүргізуге және жедел басқару құқықтарына оқшау мүлкі бар және сол мүлікпен өз міндеттемелері бойынша жауап беретін, өз атынан мүліктік және мүліктік емес жеке құқықтық және міндеттерге ие болып, оларды жүзеге асыра отырып, сотта талапкер және жауапкер бола алатын ұйым. Заңды тұлғаның дербес балансы немесе сметасы болуға тиіс. Заңды тұлғаның өз атауы жазылған мөрі болады. Заңды тұлғаның жоғарыда көрсетілген анықтамасында оның белгілері көрсетілген: оқшау мүлкінің болуы, осы мүліктен өз міндеттемесі бойынша дербес жауапкершілігі болуы, өз атынан азаматтық құқықтарға ие болып, оның жүзеге асыруы, сотқа талапкер және жауапкер ретінде қатысуы. Оқшау мүлік дегеніміз шаруашылық қатынастарына дербес түсуі үшін ұйымның тек қана басқа ұйымдардың ғана емес, сондай-ақ мемлекеттік мүлкінен де оқшау мүлкі болуы керек дегенді білдіреді. Азаматтық айналымда өз атынан қатысу қабілеті. Бұл өз атынан азаматтық құқықтар мен міндеттерге ие болу, талапкер болу және жауапкер ретінде жауап беру мүмкіндігі. Бұл ұйымды құқық субъектісі заңды тұлға ретінде мойындаудың заңды салдары болып табылады. Ұйымның осы құқығы жарғысымен, ережесімен және аталған ұйымның құру туралы актісімен көзделеді. Заңды тұлғаның өз міндеттемелері бойынша дербес мүліктік жауапкершілігі оның мүлкінің оқшаулығымен тығыз байланысы оған негізделеді. Заңды тұлғаның дербес мүліктік жауапкершілігі заң актілерімен тағайындалуы мүмкін. Бұл азаматтық кодексте былайша қаралған: біріншіден, толық және сенім серіктестіктеріне қатысушылардың тиісті серіктестерінің міндеттемелері бойынша жауапкершілігі. Екіншісі, кооператив міндеттемелері бойынша өндірістік кооператив мүшелерінің жауапкершілігі. Үшіншісі, егер заңды тұлғаның банкрот болуын құрылтайшының әрекеті туғызған болса, заңды тұлғаның міндеттемелері бойынша құрылтайшының жауапкершілігі. Төртіншіден, елшілес шаруашылық мәмілесі бойынша негізгі ұйымның, сондай-ақ негізгі шаруашылық серіктестігінің кінәсінен елшілес шаруашылық серіктестігі банкроттыққа ұшыраған кезінде
жауапкершілігі. 5. Серіктестік міндеттемелері бойынша толықтай салым төлемеген жауапкершілігі, шектеулі серіктестікке қатысушының жауапкершілігі және тағы басқа жағдайлары жауапкершілік көрсетілген. Заңды тұлғаның азаматтық айналымға өз атынан қатысуын процессуалдық құқықтық белгісі. Ол оның сотта талапкер және жауапкер болуына, өз атынан шарт жасасуға, бір жақты мәміле жасалуына мүмкіндік береді. Заңды тұлға азаматтық құқықтың заңмен таңылған бірыңғай субъектісі ретінде күрделі құрылым деп есептеледі. Азаматтық құқық ілімінде теориясында заңды тұлғаның, оның ішінде әсіресе мемлекеттік заңды тұлғалардың маңызы, мәні, яғни құқықтық жағдайы туралы бірнеше ілім бар. Олардың авторлары заңды тұлға институты қандай қоғамдық қатынастарды білдіреді, онда қандай адамдардың мүдделері қаралмақ, мемлекеттегі орны қандай және заңды тұлғаның мән мағынасы неде деген сауалдарға байланысты әртүрлі пікір білдіреді. Азаматтық құқық теориясының көп еңбек еткен көрнекті ғалым профессор Игназий мемлекеттік ілімнің авторы. Ол былай деп айтқан: мемлекеттік заңды тұлғаның артында мемлекеттің өзі тұрады да, шаруашылық қызметінің нақты саласында тізгінді өзі ұстайды. Әдебиетте бұл теорияны көп сынайтындар, оған егер олай болса, мемлекет өзімен өзі құқықтық қатынаста болуы керек деген уәж айтады. Академик Венедиктов ұғым ілімін алға тартты. Бұл ғалымның айтуы бойынша мемлекеттік заңды тұлғаның артында екі ұжым тұрады делінген. Біріншісі мемлекет атынан барлық халық, екіншісі аталған заңды тұлғаның жұмысшылары мен қызметкерлерінің ұжымы. Ал ғалым Генкин әлеуметтік ақиқат теориясын ұсынады, яғни онда ол қоғамдағы тауар айналымы қатынастарының тарихи экономикалық заңдылығын басшылыққа ала отырып, заңды тұлғаның азаматтық құқық пен жанама түрде қажеттілікке орай әрекеттерін айтады. Профессор Толстой директор ілімін алға тартты. Оның пікірінше, мемлекеттік заңды тұлғаның еркін білдіруі директоры болып табылады. Азаматтық құқықтануда Красавчиковтың әлеуметтік байланысты ілімі, Пушкиннің ұйымдастыру ілімі, Сухановтың мемлекеттік мүлік тәрізді ғылыми тұжырымдамаларда айтарлықтай тең тараған. Сөйтіп, заңды тұлғаның адамдардың қатысы жөнінде әртүрлі пікірлер айтылған, және де бұл орайда авторлар түрлі белгілерге жүгінеді. Оның бірінде бұл адамдар заңды тұлға мүддесі үшін әрекет етеді. Екіншісінде адамдардың әрекеті осы институтпен саламен реттеледі. Үшіншісінде адамдардың әрекеті заңды тұлғаның әрекетінен көрінеді, ал кейде құқықтарды жүзеге асыруды, мәмілелерді жасауға оның еркі танылады. Кейбір авторлар бұл белгілерді біріктіруге тырысып, заңды тұлғаның сыртында оның құқықтар мен міндеттерін жасырын атқарушы тұратындығын дәлелдемек болады. Бұл мәселе туралы Батыс Европа әдебиетінде әртүрлі теориялық көзқарастар кездеседі. Мәселен, Савини фикция теориясының негізін қалады. Савини көзқарасы бойынша шын мәнінде құқық субъектісінің қасиетін тек адам ғана еншілей алады. Ал заң шығарушы болса, заңды тұлғаның сыртында оны әйгілейтін адамдық тұлғаның қасиеті тұрғанын мойындайды. Сондықтан да заң шығарушы заңдық фикцияға жүгінеді. Абстракциялық түсінік ретінде құқықтың ондай шығарылған субъектісін алға тартады. Ал неміс ғалымы Гирке болса, органикалық теорияның тұжырымын ұсынады. Заңды тұлғаны адам тұлғасымен салыстырады, бұл орайда оны дербес құрылым деп қарайды. Заңды тұлға туралы ілімде, теорияда
Осындай әрқилы пікірлер кездесуінің өзі оның күрделі құқықтық құрылыс екендігін анық дәлелдей түседі. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 34-ші бабына сәйкес заңды тұлғалардың түрлері мен нысандары көрсетілген. Біріншіден, өз қызметін негізгі мақсат ретінде табысын келтіруді көздейтін коммерциялық ұйым, не мұндай мақсат ретінде пайда келтіре алмайтын және алынған таза табысын қатысушылармен үйлестірілмей коммерциялық емес ұйым. Ұйым заңды тұлға бола алады. Коммерциялық ұйым болып табылатын заңды тұлға мемлекеттік кәсіпорын, шаруашылық серіктестік, акционерлік қоғам, өндірістік кооператив нысандарында ғана құрылуы мүмкін. Коммерциялық емес ұйым болып табылатын заңды тұлға мекеме, қоғамдық бірлестік, акционерлік қоғам, тұтынушы кооператив, қор, діни бірлестік нысанында және заңнамалық актілерде көзделген өзге де нысанда құрылуы мүмкін. Коммерциялық емес ұйым кәсіпкерлік қызметпен өзінің жарлығын мақсаттарынан сай келуіне қарай ғана айналыса алады. 3/1 коммерциялық емес ұйым болып табылатын және мемлекеттік бюджеттік есебінен ғана ұсталатын заңды тұлға тек қана мемлекеттік мекеме нысанында құрылуы мүмкін. 4-ші, заңды тұлғалар бірлестік құра алады. 5-ші, заңды тұлға Азаматтық кодекстің заңды тұлғалардың нысандарының әрқайсысы туралы заңның өзге де заң құжаттары мен құрылтай құжаттарының негізінде жұмыс істей алады. Ал Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 35-ші бабында заңды тұлғаның құқық қабілеттілігі түсіндірілген. Заңды тұлғаның азаматтық құқықтары болып, өз қызметіне байланысты міндеттері осы кодекске сәйкес мойындала алуы мүмкін. Мемлекеттік кәсіпорындарды қоспағанда коммерциялық ұйымдардың азаматтық құқықтары болуы және заң актілерінде немесе құрылтай құжаттарында тыйым салынбаған кез келген қызмет түрін жүзеге асыру үшін қажетті азаматтық міндеттерді атқаруы мүмкін. Заң актілерінде көзделмеген жағдайларда белгілі бір қызмет түрін жүзеге асыру үшін заңды тұлғалар үшін басқа қызметпен айналысу мүмкіндігі болмауы немесе шектелуі мүмкін. Заңды тұлға тізбесі заң актілерінде белгіленетін жекелеген қызмет түрлерімен лицензия негізінде ғана айналыса алады. Заңды тұлғаның құқық қабілеттілігі ол құрылған кезде пайда болуы, оны тарату аяқталған кезде тоқтатылады. Айналысуын лицензия алу қажет болатын қызмет саласында заңды тұлғаның құқық қабілеттілігі сондай лицензияны алған кезден бастап пайда болып, ол қайтарып алғанға оның пайдалану мерзімі өткен және заң құжаттарында белгіленген тәртіппен жарамсыз деп танылған кезде тоқтатылады. Коммерциялық емес ұйым болып табылатын және мемлекеттік бюджеттің есебінен ғана ұсталатын заңды тұлғаның мемлекеттік мекеменің құқық қабілеті Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексімен және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерімен белгіленген. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 38-ші бабына сәйкес заңды тұлғаның атауы. Заңды тұлғаның оны басқа заңды тұлғаның айыруға мүмкіндік беретін өз атауы болады. Заңды тұлғаның атауы оның қалай аталатыны және ұйымның құқықтық нысаны көрсетуді қамтиды. Ол заңдарда көзделген қосымша мағлұматты қамтуы мүмкін. Заңды тұлғаның атауы оның құрылтай құжаттарында көрсетіледі. Заңды тұлғаның атауында заң талаптарына немесе қоғамдық мораль қалыптарына қайшы келетін аттарды, егер жеке адамдардың есімдері қатысушылардың есімдеріне сәйкес келмесе не, қатысушылар бұл адамдардың есімі пайдалануға, олардың рұқсат алмаса, олардың есімдері пайдалануға жол берілмейді. Заңды тұлға белгілі бір атаумен бизнес сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізіміне енгізіледі. Заңды тұлғаның атауы заңды тұлғалардың атауын толық немесе оның елеулі бөлігінде қайталамауға тиіс.
коммерциялық емес болып табылатын заңды тұлғаның атауы заңды тұлға тіркелгеннен кейін оның фирмалық атауы болып табылады. Заңды тұлғаның фирмалық атауы тек қана өзі пайдалануға құқығы бар. Бөтен бір фирмалық атауды заңсыз пайдаланатын тұлға фирмалық атаудың құқық иесінің талап етуі бойынша мұндай атауды пайдалануды тоқтатуға және келтірілген залалды орнын толтыруға міндетті. Заңды тұлғаның фирмалық атауды пайдалануға байланысты құқықтар мен міндеттері заңнамада айқындалады. Мемлекеттік органдар болып табылмайтын заңды тұлғалардың фирмалық атаулары қызмет көрсету таңбаларында, тауар таңбаларында, Қазақстан Республикасы заң актілерінде, президенті мен үкіметі актілерінде белгіленген Қазақстан Республикасы үкіметтік органдарының ресми атауларына сілтемелерді пайдалануға тыйым салынады. Қазақстан Республикасының азаматтық кодексінің 39 бабына заңды тұлғаның тұрған жері айтылған. Заңды тұлғаның тұрақты жұмыс істейтін органы тұрған жері оның тұрған жері болып табылады. Заңды тұлғаның тұрған жері оның құрылтай құжаттарында пошталық толық мекен жайы жазылып көрсетіледі. Үшінші тұлғамен қарым-қатынастарда заңды тұлғаның нақты мекен жайы бетіне сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізіміне енгізілген мекен жайына сәйкес келмейтініне сілтеме жасауға құқылы емес. Бұл ретте үшінші тұлғалар заңды тұлғаға почталық және өзге де хабарды бизнес сәйкестендіруші номерінің ұлттық тізімімен енгізілген мекен жайында да нақты мекен жайында да жіберуге құқылы. Қазақстан Республикасының азаматтық кодексінің 42 бабында заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және қайта тіркеу көзделген. Қазақстан Республикасының азаматтық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда заңды тұлға әділет органдарында мемлекеттік тіркеуден өтуге тиіс. Мемлекеттік тіркеу тәртібі заңдарда белгіленеді. Мемлекеттік тіркеу деректері, оның ішінде заңды тұлғаның атауы, ал коммерциялық ұйымдар үшін фирмалық атауы бизнес сәйкестендіру номерінің ұлттық тізіміне енгізіледі. Заңды тұлға мемлекеттік тіркеуден өткен кезден бастап құрылды деп саналады. Филиалдар және өкілдер заң құжаттарында белгіленген тәртіппен тіркеледі. Филиалдар мен өкілдер атаулары өзгерген жағдайда қайта тіркелуге жатады. Заңды тұлға құрудың заңға белгіленген тәртібінің бұзу немесе оның құрылтай құжаттарының заңға сәйкес келмеуі заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеуден бас тартуға әкеп соқтырады. Заңды тұлға құрудың тиімсіздігін желеу етіп тіркеуден бас тартуға жол бермейді. Мемлекеттік тіркеуден бас тартқаны, сондай-ақ мұндай тіркеуден жалтарғаны үшін сотқа шағым берілуі мүмкін. Заңды тұлғаның мынадай жағдайларда жарғылық капиталының мөлшері азайтылған, атауы өзгертілген, шаруашылық серіктестіктері қатысушыларының құрамы өзгергенде қайта тіркелуі тиіс. Аталған негіздер бойынша құрылған құжаттардың енгізілген өзгерістер заңды тұлға қайта тіркелмейінше жарамсыз болып табылады. Екінші сұрақ. Қазақстан Республикасы Конституциясы азаматтардың негізгі құқықтары мен міндеттері туралы азаматтардың құқық қабілеттілігі мен әрекет қабілеттілігі. 1945 жылы 30 тамызда республикалық референдумда қабылданған Қазақстан Республикасының Конституциясының 1 бабының 1 тармағында Қазақстан Республикасы өз демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады. Оның ең қымбат қазынасы адам және адам өмірі, құқықтары мен бостандықтары. Қазақстан Республикасы екінші бөлімде адам және азаматтардың негізгі құқықтары көрсетілген. 10 бабы. Қазақстан Республикасының азаматтары заңға сәйкес алынады және тоқтатылады. Ол қандай негізде алынғанына қарамастан бірыңғай және тең болып табылады. Республиканың азаматының ешқандай жағдайда азаматтығынан өзінің азаматтығын өзгерту құқықтарын айыруға, сондай-ақ оны Қазақстаннан тыс жерлерге алыстауға болмайды.
республика азаматының басқа мемлекеттердің азаматтығында болуы танылмайды. 12 бабында Қазақстан Республикасының Конституцияға сәйкес адам құқықтары мен бостандықтары танылады және оларға кепілдік беріледі. Адам құқықтары мен бостандықтары әркімге тумысынан жазылған, олар абсолютті деп танылады. Олардан ешкім айыра алмайды. Заңдар және өзге де нормативтік құқықтық актілердің мазмұнымен қолданылуы осыған қарай анықталады. Республиканың азаматы өзінің азаматтығына орай құқықтарға ие болып міндеттер атқарады. Конституцияда, заңдарда және халықаралық шарттарда өзгеше көзделмесе, шетелдіктер және азаматтығы жоқ адамдар республикада азаматтар үшін берілген құқықтар мен бостандықтарға пайдаланады, сондай-ақ міндеттерді атқарады. Адамдар және азаматтардың өз құқықтары бостандықтарын жүзеге асыруға, басқа адамдардың құқықтары мен бостандықтарын бұзбауға конституциялық құрылысы пен қоғамдық имандылыққа нұсқан келтірмеуге тиіс. 13 бап. Әркімнің құқық субъектісі ретінде танылуына құқығы бар және өзінің құқықтары мен бостандықтарын қажетті қорғанысты қоса алғанда заңға қайшы келмейтін барлық тәсілдермен қорғауға хақылы. Әркімнің өз құқықтары мен бостандықтарын сот арқылы қорғалуына құқығы бар. Әркімнің құқықты заң көмегін алуға құқығы бар. Заңға көзделген реттерде заң көмегі тегін көрсетіледі. 15 бап. Әркімнің өмір сүруге құқығы бар. Ешкімнің өз бетінше адамның өмірін қиюға хақысы жоқ. Өлім жазасы адамдардың қаза болуымен байланысты террористік қылмыстар жасалғаны үшін, сондай-ақ соғыс уақытында ерекше ауыр қылмыстар жасағаны үшін ең ауыр жаза ретінде заңмен белгіленеді. Ондай жазаға кесілген адамның кешірім жасау туралы өтініш ету хақы бар. Азаматтардың құқық қабілеттілігі заң бойынша құқық қабілеттілік азаматтардың құқықтарын иелену және міндеттерді өтеу қабілеттілігі. Құқық қабілеттіліктің мазмұны азаматтық заңнамаға сәйкес азамат иелене алатын құқықтар мен міндеттердің кешені арқылы ашылады. Сондықтан да азаматтардың құқық қабілеттілігін сипаттағанда оның азаматқа физикалық жан иесі ретінде тиесілі екендігі емес, оған тән әлеуметтік заңдық белгілерді айрықша айтады. Азаматтардың құқық қабілеттілігінің ауқымына әдейілеп арналған Азаматтық кодексінің 4 бабы тек негізгі ең маңызды азаматтардың құқықтарының тізімін береді. Азаматтық құқық қабілеттілікке тең дәрежеде барлық азаматтар ие. Алайда бұл әр азаматтың нақты субъективті құқықтарының көлемі өзара тең дегенді білдірмейді. Бірақ бұл құқықтарды иеленуге мүмкіндіктер әр тұлға үшін оның құқықтар мен міндеттерінің нақты көлеміне қарамастан тең болып табылады. Бұл азаматтардың құқық қабілеттілігін шектеуге бола ма дегенді білдірмейді. Олардың жалпылама мағынасында шектелуі мүмкіндіктер болады. Мысалы, тұрғын үй орнын таңдау мүмкіндігі, азаматтардың нақты бір жерге тұру міндетіне немесе тұруға тиым салуға нұсқаумен шектеулі мүмкін. Кәсіпкерлік қызметпен айналысу мүмкіндігі де шектелуі мүмкін. Алайда мұндай шектеулер заңда көзделген жағдайларда және тәртіппен ғана жүзеге асырылады. Мәселен, бас бостандығынан айыру, кәсіпкерлік қызметпен айналысу құқығынан айыру және өзге де қылмыстар және әкімшілік жазалар жасалған қылмыстар мен әкімшілік құқық бұзушылықтар үшін санкция ретінде қолданылатын азаматтардың құқық қабілеттілігін заңмен жол берілетін шектеулер болып табылады. Азамат өз іс-әрекеттері мен өзінің құқық қабілеттілігін немесе оның жекелеген элементтерін шектей алмайды. Азамат құқық қабілеттілікке туғаннан бастап өмір бойы қайтыс болғанға дейін ие болады. Құқық қабілеттілік азаматтардың қайтыс болуымен бірге тоқтатылады. Азаматтардың әрекет қабілеттілігі заңда әрекет қабілеттілікті азаматтық өз іс-әрекеті мен азаматтық құқықтарды иелену және жүзеге асыру, оларды міндеттемелерді мойнына алып, оларды орындау қабілеттілігі деп танылады.
әрекет қабілеттілік құқық қабілеттіліктен ерекшелігі ол психикалық еркіндіктің белгілі бір дәрежесіне жетуді көздейді. Азаматтардың ерікті іс-әрекеттерін жасауымен байланысты. Заң азаматтың әрекеттікке жетуіне басты белгісі ретінде жасты қарастырады. Толық әрекет қабілеттілігін кәмелетке толмағандар, яғни 18 жасқа толғандарға ғана тиесілі болады. Осы ережеден кейін бас тартуға да жол беріледі. Толық әрекет қабілеттілік азаматтарға 18 жасқа толмай-ақ, егер ол некеге отыратын болса және оның некелік жасы заңмен көрсетілген тәртіппен төмендетілсе берілуі мүмкін. Жартылай әрекет қабілеттілік 14-18 жас аралықтарындағы тұлғаларға қатысты. 14 жасқа толған жасөспірімдер жалпы ереже бойынша әрекет қабілетсіз. Олардың атынан барлық мәліметті олардың ата-аналары, асырап алушылар және қорғаншылары жасайды. Алайда 14 жас кәмелетке толмағаннан психикалық қалыптасу, интеллектуалдық пісіп жетілуі үшін үлкен елеулі мерзім. Сондықтан да заңда жасөспірімдердің белгілі бір мәмілелер жасасуы көзделген. 14 жас заң ер жетудің белгілі бір сатысының байланыстыратын алғашқы жас аралығы. Осы жастағы жасөспірімдер келесі ұсақ тұрмыстық мәмілелерді жасасуға құқылы. Елеусіз негізде пайда табуға бағытталған нотариалдық куәландыруды немесе мемлекеттік тіркеуді қажет етпейтін мәмілелер. Заңды өкілмен берілген немесе оның келісімен тұлғамен белгілі мақсат үшін немесе еркін иелік ету үшін берілген мүліктік тағдырын шешу бойынша мәмілелер. Ұсақ тұрмыстық мәмілелер жасөспірімнің немесе оның отбасының мүшелерінің күнделікті қарапайым қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған және сомасы бойынша мардымсыз болатын мәмілелер болып табылады. Азаматтардың аты-жөні және тұрғылықты мекен-жайы, азаматтық хал актілері. Сіз азаматтық қатынастарға кіммен түсетініңізді анық білмесеңіз, азаматтық құқықтар мен міндеттердің дұрыс жетуге асырылуын көзге елестету қиын. Әр жеке азаматтарды дараландыру ең алдымен оның аты-жөні бойынша жүргізіледі. Азаматқа аты-жөні туған кезінде беріледі және ережеге сай, егер заңмен немесе азаматтық әдет-ғұрыппен өзгеше көзделмесе, фамилиядан аттың өзіне және әкесінің атынан тұрады. Барлық азаматтық құқықтарды азамат өзге тұлғалардың атын пайдаланбай, тек өз атымен иеленуі керек. Заңмен көзделген жағдайларда азамат ойдан шығарылған ат псевдонимді қолдануға немесе шын атты да жалған атты да қолдануға құқылы. Азаматтардың тұрғылықты орны азаматтық дараландыратын өзге белгілі болып тұрғылықты орны табылады. Міндеттемелерді орындау, мұраны ашу және өзге де азаматтық құқықтық әрекеттер азаматтың тұрғылықты орны бойынша жүргізіледі. Аты-жөнмен қатар тұрғылықты орында азаматтық құқық субъектісін дәлірек айтқандауға мүмкіндік береді. Мысалы, әртүрлі азаматтардың аты-жөнінің толық сәйкес келуі жағдайлары жиі кездеседі. Мекен-жайдың сәйкес келуі өте сирек кездеседі. Тұрғылықты орын болып азамат тұрақты немесе көбінесе тұратын орын табылады. Егер азамат бір жерде тұрақты тұратын болса, оның тұрғылықты орны оңай анықталады. Бірақ та азамат әртүрлі мекен-жайлар бір орыннан екінші орынға көшіп, әртүрлі орындарға тұратын жағдайлар да кездеседі. Мұндай жағдайларда тұрғылықты орында азаматтың басым тұратын орны бойынша анықталады. Азаматтық хал актілер құқықтар мен міндеттерді пайда болуына, өзгеруіне, тоқталуына әсер ететін және азаматтардың құқықтық жағдайын сипаттайтын азаматтық іс-әрекеттері және оқиғалар азаматтық хал актілері деп аталады. Мысалы, туу, неке қию және бұзу, асырап алу, әкелікті орнату, аты жөнді өзгерту және азаматтардың қайтыс болуымен заңмен азаматтық құқықтық мәртебесін анықтайтын деректерді қатарына жатқызылған. Құқық
қабілеттіліктің туындауы және пайда болуы азаматтық туумен және қайтыс болуымен байланысты болса, некені қию ерлі-зайыптылардың ортақ өзара меншік құқығының пайда болуына әкеледі. Ал асырап алу заңдық өкілдіктерін қатынастырған және аталармен байланысты арасында туындайтын жеке және мүліктік құқықтар мен міндеттемелердің пайда болуымен байланысты. Азаматты хабар-ошарсыз кетті деп тану. Егер азаматтардың тұрғылықты орнына ол туралы ақпараттың ұзақ уақыт бойы болмау жағдайында оны іздеуге бағытталған іс-шаралар да нәтиже бермесе, тұрғылықты мекен жайында немесе жалпы ең соңғы көрген сәттен бастап 1 жыл мерзім ішінде табылмаса, ол хабар-ошарсыз кетті деп танылады. Азаматты қайтыс болды деп жариялау. Егер азамат кем дегенде 3 жыл жоқ болса, ол сотпен қайтыс болды деп жариялауы мүмкін. Азаматтан қайтыс болды деп тану үшін оның жоғалды деп тану міндетті емес. Азаматта жоғалды деп тану міндетті болу деп жариялау көптеген негіздері бойынша ұқсас. Жоғалып кеткендегі сияқты қайтыс болды деп жариялау да азаматтан тұрғылықты орнынан болмауына және оның қайда екендігін анықтау мүмкін болмауына байланысты